Сәлеметсіздер ме, құрметті менің алтын оқырмандарым. Ардақтың тігін шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай үш бұрышты гүл құрағын құрайтын боламыз. Құрағымызды бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Құрағымызға қажетті маталар мен өлшем бірліктер. Көлемі 10-да 10 болатын ақ матамыздан 1 штук, және де көлемі 20-да 20 болатын көк матамыздан 3 штук, көлемі 20-да 20 болатын қызыл матамыздан 1 штук, көлемі 20-да 20 болатын сары матамыздан 2 штук қажет болады. Қызыл матамызды осылай төртке бөліп алатын боламыз, сызып. Сары матамызды екіге сызып аламыз. Яғни ортасынан бір сызық түсіреміз сары матамыздың. Көк матамыздың 1 штугын төртке бөлеміз осылай. Қалған екеуін дәл қақ ортасынан, бел ортасынан осылай сызатын боламыз. Осылай сызамыз. Енді осыларды қайшымен қиып алатын боламыз. Енді осылардан құрағымызға қажетті блоктарды тігетін боламыз. Ол үшін бізге көк және қызыл матамызды осылай орналастырып тігетін боламыз. Мінекей. Қызылын жоғары, көгін төмен қарататын боламыз. Яғни төменге көгі, жоғары жағына қызылы түсетін болады. Осылай ортасынан тігіп шығамыз. Мінекей осындай болып шықты. Енді осыған сары матамызды біріктіріп тігіп шығамыз. Мінекей. Осылай сары матамызды қойып тігетін боламыз. Ол үшін біздер екеуін бір-біріне беттестіріп, бұрыштарын бұрышына келтіріп тігіп шығамыз. Мінекей осындай болып шықты. Енді осының сары жағына, яғни көк және қызыл жағы бар сарының. Екі жағына міне. Соның көк жағына тігетін боламыз. Мінекей көк жағына тігеміз сарының. Осылай барлығын тігіп шығамыз.
Ендігі кезекте дайын блоктарымызды орналастырамыз. Ол үшін ортасына ақ матамызды қойып, осының төрт жағына орналастырып шығамыз. Дәл видеодағыдай. Мінекей орналастырып алдық. Енді бұның тігу жолы, мінекей ақ матамызбен бірінші блогымыздың тек жартысын ғана тігетін боламыз. Содан кейін барып қалғандарын тігіп кете береміз. Мінекей жартылай ғана тігіп алдық. Енді екінші блогымызды осының тігілген жағына тігіп шығамыз. Дәл осылай үшінші, төртінші блогымызды тігіп шығамыз. Және де ең соңында жартылай ғана тігілген жерін біріктіріп тігетін боламыз. Тігіп болғаннан кейін тігісін өтекпен бастырып шығатын боламыз. Мінекей дәл осындай әдемі құрақ шықты, үшбұрышты гүл құрағы өте әдемі болды. Егер де менің құрағым сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушадағы SEO батырмасын басып қолдап кетіңіздер. Сау, саламатта болыңыздар.